Сәлем достар. Мына бүгінгі менің істеген блинчигімді сіздердің назарларыңызға ұсынам. Бұған 3 жұмыртқа, 2 ас қасық құмшекер, 1 стакан сүт, 1 стакан ұнды қосып, әбден араластырып, үстіне 1 стакан қайнаған су қосасыздар, 1 шай қасық тұз қосасыздар, азғантай сода қосып, араластырып, таяр болған қамырды 3 ас қасық салатный масло қосасыздар. Сөйтіп қоя тұрып, азғантай демалу керек 1-20 минут. Мен мынандай қылып ішін тақтап алдым. Бұл енді постоянно етпен істей бергеннен бұл да маған өте ұнады. Бір сәбізбен картошканы жақсылап майдалап турап алдым. Сөйтіп тұзды суға қайнатып, сүзіп алып, соның қайнаған суына гречканы қайнатып, оны да сүзіп алып, сармайға бір жуаны турап, сармайға сап-сары қылып қуырып, бәрін араластырып, тұзын, приправасын, бұрышын салып, әбден араластырып, блинчиктің ішіне 1 қасықтан салып отырдым. Сөйтіп орап, мынандай әп-әдемі блинчик шаймен ішуге, обед уақытында жеуге өте жақсы, ыңғайлы, өте дәмді болып шықты. Сіздер де істеп көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Өте дәмді, маған ұнады.